Ал, қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, YouTube желісінде 22 миллион қаралым жинаған топ бүгін бізде қонақта. Тристар тобы, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді YouTube-тан үйдегі бала шағамызбен бәріміз көреміз. Өз 8 минуттық әндеріңіздің несі бар еді? Попурия. Иә. Айтайын деген, есіміз танысып өтейік, қымбатты біз танимыз жігіттерді. Рақымды танимыз. Бәрін сіздермен бірге таныстырып өтейік деп. Біріншіден, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Никита қалайсың, жақсысың? Күшті өтсін. Менің есімім Рахмет. Сауадат Никита. Сауадат, иә? Сауадат. О, Сауадат. Сауадат дейтін досым бар еді. Сауадат дейтін қызды бірінші естіп тұрмын. Есіміңіз ерекше екен. Рахмет. Кім қойған? Мағынасы қандай? Әкем қойған. Негізі бақыт деген мағынаны білдіреді арабша тілінен. Метрикедегі апа, сіз ғының орнына о жазып жүрген жоқ па деген ғой? Мүмкін. Никита шошты мені. Мен ой, қазір отырғызып бассаңыз, одан да тоқтата алмайсың деді. Қазақша мені жақсы сөйлеп қойды кәдімгідей. Жай мәселе десең. Қайдан үйрендіңіз? Мен ауылда өскеннен кейін балдармен араласып, мектепте оқып. Қай ауылда өстіңіз? Мен Темірлан деген ауылда өстім. Қай жақта? Ол қай жақта? Оңтүстік Қазақстан. Бәсе мен балдар деген сөзінен бірден байқадым. Ол жақта жігіттерді, балаларды балдар деп қысқартып айтады. Ал енді айта. Шымкентте орыстардың көбісі сөйлейді қазақша. Өте тамаша. Менде де біз кәдімгі қуанамыз, мысалы Никита, Оля, Светалар қазақша сөйлесе, қатты қуанамыз. Мен орысша сөйлесем, бір Павелдің қуанғанын көрген жоқпын. Ал енді Тристар тобы ерекше топ. Неге Тристар деп қойған аттарыңыз? Өздеріңіз Жалпы айта кетейін. Жұлдыз деген сөз бар ма? Енді бұны бастан бастап айтып Айтып берейін. беріңіз. Қалай ашылған, қалай болды? Қарабат бәңгіме айтып отырады деген сияқты. Жалпы Тристар тобы 2017 жылы құрылды. Алғаш рет біз негізінде осы Никита екеуміз жалпы кафеде өлең айтатынбыз, банкеттерде гитарамен живой дауыста жаңағыдай. Сол жерде 5 май күні қателеспесем, продюсеріміздің, жетекшіміздің туған күні болған. Біз сол кезде кірдік, сол жерге өлең айттық жаңағыдай. Гитарамен өлең айтып жаңағыдай туған күн, арнау деген сияқты енді. Енді мақтау деген өлеңдер болады, сол сияқты өлеңдерді айттық. Сонымен сол жерде нөмірімізді жазып алды. Сонымен ораза болды арада. Содан кейін бір айдан кейін звондады. Жалпы шақырды үйіне. Осылай трио ашайын деп жатыр еді. Сіздер кіресіздер ма топқа деген сияқты. Иә, мүше боласыздар ма деген сияқты. Сонымен Никита екеуміз әрине келістік. Сонымен иә. Сағадат әп жүр онда. Сағадат. Жақын топ айтты. Сөйтіп ортаға қыз керек деді. Сонымен жалпы біздің жетекшіміз үлкен кісі, 65 жылғы, есімі Есімхан. Жалпы осы трионың жетекшісі. Сол кісінің үлкен баласы Руслан деген ағамыз бар. Сол кісімен бірге жұмыс істеген бұл қыз. Сол арқылы коллегасы. Бір қызы музыкалық арнайы білім албаған. Білім жоқ дегенде кемшілік емес бұл енді. Ерекшеліктеріңіз ғой. Дұрысы дипломы жоқ, бірақ өнері таланты бар. Және Сағадат дейтін Назарбаев университетінде магистрантсыз, е? Магистратурадан бітірдім биыл. Бітірдіңіз. Қандай мамандықты оқыдыңыз? Негізі бакалавриат экономикаға бітірдім. Сосын магистратураны MBA дейді ғой қазір. Магистр бизнес администрирование деген сол мамандыққа бітірдім. Өнерге қалай келдіңіз? Өнерге енді кішкене жасымнан бастап өлең айтам. Как хобби ретінде сізде жүрген. И сол Есімхан ағаның үлкен баласымен бірге жұмыс істедік Атамекен кәсіпкерлер палатасында. Сол жерде ол естіп қалды бір рет. Ән айтқанымда әкесін айтып барған. Сосын ол папасы келді жұмысқа, біздің топқа кіресің ба деді. Мен білмеймін дедім, енді ол серьез өнер жағын жалғастырам деп ешқашан ойламаған екен. Бірақ енді барып көрейін дедім. Сосын балдармен таныстық, өте тіл табысып кетті тез-тез. Жұмыс Атамекен қалды және. Атамекен қалды. Сосын бірге өйстіп жұмыс істеп кеттік. Жалпы иә. Ал 22 миллион просмотр көрінді. Никита, сұрақ қойса деп отырып, Никита. Гитараларыңызды алып келген жоқсыздар, иә? Мен негізі әңгімені бұзбай қойдым. Кішкене қателескенсіз. Менде музыкалық білім бар. Мен 6 жастан бастап Рахмет тұр оқымаған. Ауыл молдасынан қаттанып, қой бағып жүріп өнерге келген. Никитаны тыңдайықшы. Егер рұқсат болса, мен музыкадан беретін ағайыма бір сәлем жолдайын. Ол хабар телеарнасын өте жақсы көреді. Бағдат ағай, сізге үлкен сәлем. Спасибо за все знания, которые вы вложили в меня. Тамаша, керемет, Тамаша, иә.
міне біздің Асылзаттың өзі Никитаның сөзіне қарап тамсанып бас айналып не айтарын білмей қалды. Жігіттер, қыздар келгендеріңіз, қыздар деппін ғой, міне Сағдат қандай керемет, Рахым, Никита сіздермен танысқанды өте қуаныштымыз. Ал енді қазір көрерменнің арманы, мақсаты дәл қазір сіздер өнерлеріңізді тамашаласақ деп отыр. Сондықтан шығармашылық табыс тілейміз. Өнер көгінде өз биіктеріңізді бағындыра беріңіздер. Никита алға!